Америкадағы сайлауды барлық әлем болып қарадық, және оны YouTube'да қалай табыс көзіне айналдыруға болады. Сол жайлы сөйлескім келіп тұр. Дональд Трамп жалпы YouTube'да сайлаусыз-ақ ең көп просмотр жинайтын адамдардың бірі. Ал қазір сайлау барысында Дональд Трамп деп жазып көрсеңіздер, соңғы айларда бірнеше миллиондаған просмотрлар жинаған роликтар өте көп. Тек қана Дональд Трамп емес, мысалы Илон Маск, өткендегі P. Kanye West деген сияқты адамдар YouTube'да әрқашан солар жайлы түсірілген видеолар көп просмотр жинайды. Егер ағылшын тілді YouTube каналға тема таба алмай жүрсеңіз, осылардың біреуі туралы немесе жалпы сондай жаңалықтар жайлы ағылшынша канал жүргізсеңіздер, ол 100% сұранысқа ие болады. Ал егер YouTube'да жұмыс жасауға қызығып жүрсеңіздер, мен сіздерге тегін YouTube жайлы 2 кітапшамды бергім келіп тұр. Оны алу үшін мен Instagram парақшама тіркеліп, жекеме идея деп жазып жібер.